Мысалы, сол кезде совет кезінде жазған жазушылардың шығармаларының, қазір мен сізге айтайын, 80% бүгінгі күнге жұмыс істемейді. Ал енді сіз сұрап отырсыз, қазіргі Шимай бар ма? Бар Шимай. Қазіргі кезде өтірік айтамыз. Осы өтірік дегенде баяғыда Шәкәрім айтып еді, өтірікке найзадан өткір қазақ, өз қылығын басыңа жеткір қазақ, қоқиланып құдайдың құлымын дер, пайғамбардан садаға кеткір қазақ деп еді. Сонда Шәкәрім айтады, біз адасып жүрміз ғой дейді. Шәкәрім де Абайды айтқан, біз адасып жүрміз, бізді адастырды. Шәкәрім де айтады, біз адасып жүрміз. Енді осы адасып жүрген кездегі жазатын нәрселеріміздің көбі Шимай. Неге біз адасамыз? Неге адастырады бізді? Ол біздің еркімізден кетіп қалды. Көрдіңіз бе? Ана колонизаторлық саясат жасаған адамдар сізді қазақ қылмау мақсатында болды. Енді қазақ болмау мақсатында болғанда адаспағанда қалай боласыз? Өз тарихыңызды дұрыс білмесеңіз, әдебиетіңізді дұрыс білмесеңіз, ойшылдарыңызды оқымасаңыз. Сіз жақсы білесіз ғой. Сіздер енді жассыздар. Осы біз мынау кімдерді, Шәкәрімді жуық арада ғана оқи бастадық қой. Мағжан Жұмабаевты жуық арада оқи бастадық. Тек қана мынау Кемеңгер Мұхтардың кемеңгерлігінің арқасында ғана Абай жолы деген роман жазып, Абайды әйтеуір сақтап қалды ол, үйтіп-бүйтіп. Әйтпесе, оларды кейін оқи бастадық қой. Сонда ар жақта тарих деген жоқ болып қалды ғой бізде. Қиып тастады. Біз қайда жүрдік? Коммунистік идеологияның ішінде тұманда жүрдік, адасып жүрдік. Сіздің жазған Шимайларыңыз? Мен ойлаймын, сол Шимайды жазып отырып ойладым, маған сұрақ қоятын шығар біреулер. Осы сіздің жазып отырғандар Шимай емес пе екен? Иә, мен соны сұрап отырмын. Мүмкін. Егер осы мәселені менен гөрі тереңірек, менен гөрі ұғынықты қылып, тамаша білетін қылып, кейінгі ұрпақ шығып айтса, мүмкін мен Шимай болып қалар.